Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет шек қарыннан салат жасайтын боламын. Горячий салат дейді ғой. Соны жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Осында сиырдың ішектерінен салат жасайтын боламын. Ол үшін сиырдың ішектерін жақсылап жуып, тазалап, отқа қойып, жақсылап пісіріп алатын боламын. Бір қайнатып төк тастадым алдын ала. Оған керекті заттар: 2 помидор, 1 пияз, жарты сәбіз, 4 чесноктың басы и редька. Осыларды жақсылап ұсақтап турап алатын боламын алдын ала. Осылай сәбізбенен редьканы жақсылап теркіден өткізіп аламыз алдын ала. Менің каналымның дамуына және де қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, менің подписация бөліміндегі батырманы басып, маған тіркеліп, комментария жазып, өздеріңіздің аз да болса үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өздеріңіз көрініп тұрғандай, осылай бәрін турап алдым алдын ала. Чеснок и петрушка менен укропты да жақсылап майдалап турап алдым. Міне піскен ішектерімізді жақсылап турайтын боламыз. Ұсақтап. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қызып тұрған табаға пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Майды аз құйдым, себебі ішектеріміз өте майлы, сиырдың ішегі болғандықтан өте майлы екен. Сол үшін майды аз құйып қуыратын боламын. Осылай қуырып болғаннан кейін піскен ішек қарнымызды осылай салатын боламыз. Алдын ала пісіріп алғанмын. Енді осыны салып, жақсылап қуыратын боламын. Қуырып болып, бетін жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Суы шыққанша 10 минут бұқтырып қоямыз. Піскен ішек қарын болғандықтан көп бұқтырудың қажеті жоқ, 10 минут жетеді. Осылай 10 минутқа қалдырам, бетін жауып, 10 минуттан кейін аштым. Өздеріңіз көріп тұрғандай керемет болып қуырылды. Енді үстіне тұзымызды салып, ұсақтап туралған сәбізімізді салып қуыратын боламын. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ішек қарынды көп адам жей бермейді, тастайды екен. Одан осылай жасап берсеңіздер, жасап десеңіздер, өте дәмді болады. Осылай араластырып, тағы да бір 5 минутқа бетін жауып қоямыз. 5 минутқа қалдырам, бетін жауып. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте керемет болып пісті сәбізіміз. 5 минутта. Енді үстіне туралған қызанағымыз бен редькамызды жақсылап салып араластыратын боламын. Өте дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Оның үстіне 1 қасық, үлкен қасықпен 1 қасық паприка, 1 қасық қара бұрыш, туралған укроп пен пиязымыз и чесногымызды салатын боламыз. Бұны салғаннан кейін жақсылап араластырып, астын өшіреміз. Газдың астын өшіріп,
5 минутқа бетін жауып қоямыз. Чесногымыз неміздің дәмі шыққанша бетін жауып 5 минутқа қалдыратын боламын. Міндетті түрде газдың астын өшіреміз. Бетін жауып қоямыз 5 минутқа. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмі керемет болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.